Ой каналына Hoş geldinizler. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің Пармановый арнамызға қош келдіңіздер достар. Бүгін біз өте қызықты сурет салу челленджін жасаймыз достар. Өздеріңіз қарап отқаныңыздар, бізде қарап отсаңыздар, мына жерде бізде Айлина альбом дайындап қойдық. Мына жерде және де Амина альбомы, мынандай осындай альбом бар бізде. Осы альбомға біз қазір челлендж түсіріп, күшті суреттер саламыз достар. Бізбен бірге бүгін болыңыздар. Қазір қызық видео түсіреміз. Кімнің суреті ең әдемі шығады екен, соңына дейін бізбен бірге болыңыздар достар. Әрқайсымызға альбом мен түрлі түсті фломастерлер міне дайын. Енді сурет салуды тек қана бастайтын боламыз достар. Бізде міне осындай фломастер бар, осындай фломастер маркер дейді. Және де бізде мынандай блестяшка ручка бар, мынандай блестяшка, осындай күшті ручка. И бізде мынандай фломастер бар, мынандай. Жоқ, бізде бұл фломастер емес, бұл цветной ручка бізде, түрлі түсті ручка бұл. Түрлі түсті, мысалы көк бар, қызыл бар, фиолетовый және де қара деген сияқты түстес бар. И және де Амина өзінің ручкасын көрсетеді, міне капибара ручкасы бар Аминаның. Енді міне көрініп тұр ғой, достар. Капибара көрінгісі келмей тұр ғой. Ал достар, кеттік. Мен қазір задание беремін қыздарға. Олар солаған қарап сурет салады. Бізбен бірге болыңыздар достар. Ал кеттік. Достар, біз бірінші мына челленджді қайталайын деп жатырмыз. Осылай сурет салады. Қазір қыздарға мен үйретемін, қалай салу керек екенін. Ана көрсеткенде достар, мына осы нені челленджді қазір қайталаймыз қыздармен, сурет салуды бірімізге үйретеміз. Ал бірінші мынау үйді салуды естіміз, иә? Давайте осыдан бастаймыз. Міне көрініп тұр ғой, иә? Осылай бірінші сызып аламыз. Бірінші нені ортасын бөліңдер. Дәптердің ортасын бөлеміз достар. Sonra ana kalan sızamızda famastemeye boyamız var. Иә, солай жасаймыз. Су шалыңдар, одан кейін мына жерге қойып, ал давайте бастаймыз үй салуды. Яқын не деп жазамыз? Пока ештеңе жазбаймыз, тек қана сурет саламыз. Достар, Амина бір-бірінде сызып жатыр. Енді астына сәл түсіреміз. Түсіртады. Жоқ. Ана линейканы тағы да ана екі точкаға қоясың, я үстіне басып тұр. Енді ана точка мен ана точканы бірге қос, біріктір. Жанындағы точкамен. Жаным. Сол точкамен үстіндегі точка екеуін біріктіресің. Я. Жоқ. На точка мен на точка. Я осылай біріктір. Ал сыза ғой. Енді ана мен ана сызықты қоса ғой. Я сол екеуін қоса ғой. Точка мен точка қос. Ал келесі точкаға өтеміз. Сол линиямен, Айлина сен де соған қарап, Амина қарап сыза бер. Сол точкамен, сол точканы біріктіресің, Амина. Кәні? Көрсете ғой, қалай болып жатқанын. Уже домға құсады, үйге құсады, үйшікке. Ал енді Айлина да солай сызып алсын. Айлинаны күтеміз. Ал Айлина, кеттік. Айлина сен сәл ары қой. Енді альбомды, осылай. Ал. Амина қарап, сенде тоже сыза бер. Санда көмектесшірейін ба? Әкел. Точка қойып берсең, мама. Қазір. Одан яқ келе бересің. Так, әкел. Осылай қой. Осылай түз ұстап тұр. Міне, мысалы, мына точкадан, мынау точкаға дейін, иә? Осыдан осы біріктір. Сыза ғой. Осы точкамен осы сыз. Ұзын линия қылып. Мен сендерге белгілеп тұрамын, сендер сызасыңдар. Ал.
Aha. Bir de hep salsın. Say бер. Түз болыпсыз. Аха. Basın. Жо. Қаламды көтерме, сен қой. Айлин тоқтай тұр, өшірге асықпа. Мына линияны қой. Өшті біріктір. Аласында былай жатқызасың қаламды. Мына бір-бірімен түзу қылып біріктіресің. Ал келесі. Мына точкамен, где-то мына точканы. Қоса қой. Мына точкадан, где-то мына точка. Стой тұр. Мына астына қойғын. Қолыңды көтерген, мына точкамен мысалы түзу. Стой тұр, қолыңды жібере қой. Осылай ұстап. Осылай ұстап тұр. Осы линиямен. Мысалы мына линия. Ал, давай. Мынаны біріктіресің, сосын астын сызасың. Ал. Амина, сен де анаған қарап тұр. Неге? Не салып жатыр? Терезесін салып жатыр ма? Соған қарап сала бер. Салынып тұр, соған қарада сала бер. Сен де уақытта не істемей. Аха. Айлина, сен бір-бірімен біріктіріп жатсың, я? Міне достар, Айлина да біріктіріп жатыр. Амина бізде уже терезесіне өтіп жатыр. Тура сол суреттегідей қылыпсыздар. Қыздар, одан кейін әдемі қылып бояймыз, я? Енді Айлина осы астындағы точкамен мына бір-бірімен сәл қашып кетіпті Айлин. Міне осылай ұстап тұрам. Ал, жақсап тұрып үстін бас. Осылай ұстап тұрам, тоқта. Ал, сыз. Енді мынау сызықпен мынау сызықты сыз бірге. Сыз астын. Ал, достар, міне бізде Айлина уже біріктірді, уже қабырғалары пайда болды үйдің. Ал Амина бізде уже осылай салып қойды, достар. Күшті болып шығыпты. Ал Амина молодец. Келесінде уже несін шатырын бой берсем болады екен, я? Қызыл немен фломастер таңдайсың ба сен? Ал, қызыл фломастерден ал. Бүйтіп бұрыштан бастап, жайлап, сызуды бастап. Міне Аминаның несі. Үйі. Мынау Айлинаның үйі тоже әдемі болып шығып жатыр. Айлина, сен көріп тұрсың ғой, ана жерде екі терезе болады, и ортасында несі болады, есігі болады, сол есігін салып, терезесімен қазір біріктіреді. Екеуінде бір күшті үй болайын деп тұр, достар. Амина сыртқа қарай шығармаймыз, әдемі қылып, ішіне қарай не істеп бояймыз. Міне достар, бізде осындай болып шығып жатыр. Жалпы достар, сіздер өздеріңіз сурет салғанға қызығасыздар ма? Қызықсаңыздар, не салған ұнайды сіздерге? Адам портретін салған ұнай ма? Сіздерге натюрморт салған ұнай ма? Немесе осындай үйлер салған ұнай ма? Табиғат деген сияқты пейзаж салған ұнай ма? Жалпы біз Айлина, Амина сурет салғанды негізі өте қатты жақсы көреді. Қазіргі кезде бізде мына Айлина уже терезесін салып, уже есігін салып жатыр. Жайлап қазір уже бояйды. Амина шатырды, крышаны Амина олай боямаймыз. Толықтай қызыл қылып бояймыз. Толықтай қып-қызыл қылып бояймыз, үйтіп не істемейміз, Қазір дайын болған кезде, достар, біз сіздерге көрсетеміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, достар. Мына Айлинаның уже несін шатырын бояп жатыр. Жайлап Айлина бағанағыда тура қалай салды. Мысалы, мына точкамен мына точканы бірге біріктіріп, бүйтіп әкел. Мысалы, көрсетемін, мысалы, мына точкамен мына точканы біріктіріп, былай ішіне сыртқа шығармай, әдемі аккуратно алып бояуға үйрен. Міне негізінде былай боясам болады, қызым, осылай. Линиядан шығармайсың, өте аккуратно. Әдемі қылып, мына Айлина өстіп әдемі қылып, міне боясам болады, Мына шатыры толықтай қызыл түсті болады. Ал, қызым, боя қой да. Достар, сіздер көрдіңіздер ма? Мына терезесі және де есігі Айлинада ровно әдемі болып шыққан, Өте әдемі болып шығып жатыр. Айлина, сен де молодец. Ал Аминаға өтсек, Аминаның шатыры міне, достар. Ол уже қызыл түске бояп, уже шатырын линиясын деп айтады ғой, жаңағы. Линиясын уже қара цветке бояп жатыр. Өте әдемі болып шығып жатыр, Аминанікіде. Ал Амина ары қарай бояй бер. Одан кейін терезелерін бәрін жаңағы қара ручкамен басып шықсан өте әдемі болып шығады. Ана, қандай цветке бояйын? Ол жерін, мысалы, мен айтайын саған, қызыл шатырмен, мысалы, давай мына цветті алайық, екеуміз.
или қоңыр цветпен түспен боясам болады. Немесе сарымен түспен болады. Сарымен өте әдемі болып шығады. Сары цветпен және де қызыл цвет ол түс всегда бірге андай үнемі бірге сочетаться етеді. Сондықтан бірге үйсі боясам болады. Өзіне қара былай суретімді қаратып ал. Осына мына жерлерді сарыға бояйсың. Мына ішін және есікті бояма мақұл сары цветке. Ал. Айлина да бояп келе жатыр. Достар, қалай ойлайсыздар, қайсының үйі әдемі болып шығып жатыр? Айлина ма немесе Аминаның түсі? Комментарияға жаза кетіңіздер. Достар, қараңыздаршы, вау, қандай әдемі болып шықты Айлина. Какая Айлина? Вау, қандай әдемі болып шығып жатыр. Айлина фиолетовыймен бояп жатыр. Жаңағы несін терезесімен есігін. Түспен түстің үйлесу вообще керемет болып жатыр, достар. Ал мына үйді қарасаңыздар, Аминанікі Амина көрсе үшін. Вау, Аминанікі да өзінше әдемі сары немен бояған. Айлинанікі оранжевый сияқты, я. И сосын есіктерін бояп жатыр. Өте әдемі. Қыздар күшті сурет салып жатыр. Молодец, қыздар. Ал бәрін істеп болса, до конца салып болса, достар, тағы да көрсетеміз. Достар, мұны бізде Амина салып жатыр. Осындай сурет болып шықты. Келесінде Айлина өзіндікін көрсете ғой. Айлина, сенкі қалай болып шығады, достар. Мұны осындай. Айлинаның өзінің несі бар, фантазиясы бар, өзі де жол салып, осылай салып жатыр. Жанына уже гүл салады. Айлина гүлді негізінде мына жерге де салсам болады. Кішкентай ол әдемі болып. Ол жерге де салсам болады. Амина, сене сондай бір әдемі бір гүл салсам болады тоже. Осылай шығып жатыр. Достар, қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Бізге өте қатты ұнап жатыр. Сіздерге ше қыздар ұнап жатыр ма? Күшті шығып жатыр, я, суреттеріміз, я. Достарымызға ұнайды деген ойдамыз. Ал достар, Амина осылай бояды, осылай салып болғаннан кейін сәл тал кішкене қате болып қалды. Бірақ негізінде бірінші сыныптың қызы үшін әдемі сурет деп ойлаймын. Қараңыздар, достар, құсты да өзі салды. Құсты да өзі салды. Жаңағы нені терезелер бәрін өзі салып, шатыр да салды. Өте әдемі болды. Бізде Айлина үйден гүлге өтіп кетіпті. Мынандай гүл салып үлгеріпті. Айлин күшті гүл. Мына үйді қазір жалғастырам деді. Жолын салам деді. Гүлдерді салам. Үстіне жаңағы несін қойыпты. Жалпы әдемі тоже. Айлина молодец. Амина да молодец. Амина да вообще күшті салған. Тек тал ғана сәл басқа цвет болу керек еді. Жалпы өте жақсы, маған ұнап тұр. Молодец. Күшті болып шықты. Міне осылай шығып жатыр, достар. Аминаның несі осылай шықты, суреті. Бірінші сыныпқа өте әдемі деп ойлаймын. Екінші сыныпқа енді өтіп жатыр. Амина өзінің Амина деген атын жазып қойды. Осындай гүлді кішкене көмектесіп жүрдім. Екеуміз бірге бірігіп салды. Енді Амина бояп жатыр. Қандай әдемі гүл болып шықты, я? Осындай гүл болып шықты. Гүлі үйі әдемі болып шықты ше, Амина. Осындай. Әдемі қылып бояйды қазір Амина. Жан-жағын қара қылып басып, я? Неде линиядан өтіп кетпей, Амина? Неде көрініп тұр ғой, қалай бояу керек екен, я? Осыған қарап салып жатырмыз, достар. Чай боя бер. Сыртына шығып кетпей, Амина. Бүйтіп примерно істеп өтіп кетіп отыр, өтесіз.
осыған қарап салып жатыр. Алинаға тош әдемі болып шықты достар, бірақ сәл қателеу болып шықты. Өйткені бір қарамап едім, мындай қылып салып қойды нені. Бірақ негізі үй әдемі болып шықты, жанында осындай несі бар. Мынандай жүрек салды Алина. Қалай сіздерге ұнап тұр ма достар? Осындай жүрек салды, осындай гүл салды. Аминанкіндей. Бірақ Аминанка сәл басқаша, оның гүлі тоже роза. Алинанка мүлдем басқаша. Қазір достар, осы үйді мен қазір жөндеймін. Алинаның жүрген қателігін кішкене жөндеп жүремін. Сөйтіп әдемі картина болып шығады. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, жаңағы Алинаның кішкене несі бар ғой, жаңағы кішкене құртық болғаны. Соны барынша түзелуге тырыстым. Осындай болып шықты. Мынау Алинаның суреті болып шықты достар. Осындай үй, жан-жанындай гүл кішкене қосып қойдым. Мындай розочка болды. Аминанка мындай болып шықты достар. Осындай әдемі роза болып шықты. Осындай үймен Амина деп жазып. Сіздерге ұнады ма достар? Осындай қызық видеолар ұнаса, комментарияға жазыңыздар, ұнады деп біз сіздерге түсіріп тұрамыз. Ал осымен видеомыз біздің аяқталды достар. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Пока. Сау болыңыздар. Пока, Амина. Пока. Пока. Достар.